Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте дәмді кафелерде жүз деп айтылатын қазан кебаб тамағының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға картошкаларымызды салып, осылай қуырып алатын боламыз. Майымыздың көптеу болғаны жақсы, себебі картошка өзіне майдың барлығын сіңіріп алады. Жақсылап қуырып қызарғанша. Қызарған. Міне қыздар, картошкаларымыз қызарды. Оларды бөлек ыдысқа салып аламыз. Бөлек ыдысқа салып алып, сұйық майымызды азайтып, үстіне май салып, және де етімізді салып, 10-15 минутқа етімізді салып, 10-15 минутқа бұқтыратын боламыз. Еттің өзінің суы шығады. 10-15 минутта қыздар бетін жауып бұқтыратын боламыз. Өзінің суы шығып, әдемі болғанға дейін қалдыратын боламыз. Бетін жауып. Міне қыздар, 5-10 минут өтті. Қайнап жатыр. Үстіне пиязымызды салып, араластырып, үстіне кішкене су құямыз. Енді бетін жауып 1,5-2 сағатқа өте баяу отқа қалдырамыз. Міне қыздар, 1,5 сағат өтті. Пісуіне 20 минут қалғанда бағана қуырып алған картошкаларымызды үстіне салып, жақсылап араластырып, қайтадан бетін жауып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Баяу отта қыздар, сол баяу отта тұрады әлі де. Өзі суы тартылады. Әлі кішкене су бар. Міне қыздар, тамақ дайын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Енді ыдысымызға салып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.